Қызықты әңгімелерді тыңдағыларыңыз келсе, каналға тіркеліп, мені жоғалтып алмас үшін қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Әнет баба мен Қазыбек. Тобықты Әнет баба қартайып, жасы 90-ға келгенде, ел дауы, жер дауы, жесір дауына көп араласпай, Кәләм Шарифті, Қожа Ахмет Яссауидің шығармаларын, Нұрнама секілді кітаптарды оқып оңаша жатады екен. Қоржын кітаптарды ақтарып, кейде көзінің жасы сақалын жуып жылап алады, кейде балаша мәз боп күледі. Кейде тұңғиық ойға батып, орнынан тұрып ешкімге ештеңе айтпай, қыр асып қыдырып кетеді екен. Әнет баба, не іздеп жүрсіз, кімді іздеп жүрсіз деп сұрапты бірде ауыл сыртында жолығып қалған Қазыбек би. Өзімді іздеп жүрмін, шырағым, деп жауап беріпті Әнет баба. Жас Қазыбек ештеңені ұға алмай аңтарылып тұрып қалыпты. Түсінбегеніңді біліп тұрмын, өзімді іздеп жүрмін дегенімнің мәнісі мынау, шырағым. Адам баласы Алланың әмірімен жарық дүниеге келгенде пәк, адал, таза күйінде келеді. Өсе келе әр нені көреді, әр нені естиді, жақсыға да, жаманға да бой ұрады. Баяғы пәктігін жоғалтады. Жас ұлғайып, қым-қуыт, қызыл-жасыл дүниенің қызығы басылған соң, баяғы адал күйіне қайта оралуды аңсайды. Мен қазір қартайдым, су жорғаны мініп көрдім, сұлу әйелді құшып көрдім. Өзен судай тасып та көрді, өткел бермес дариядан асып та көрдік. Бәрі жалған екен. Енді маған ештеңенің керегі жоқ. Баяғы күнәдан пәк, адал жүрегім керек. Өзімді іздеп жүрмін дегенім осы. Кейін қаз дауысты Қазыбек би Әнет бабадан сөз үйреніп, кеңес сұрап, ақыл алу үшін көшіп келіп, қатар қонып, 2-3 жыл іргелес жүріпті. Қазыбек биден, би, сен бұл дүниеде кімге қарыздарсың деп сұрапты Әнет баба бірде одан. Аллаға қарыздармын деп жауап беріпті Қазыбек би. Сосын кімге қарыздарсың? Анама, ол мені жарық дүниеге әкелді. Сосын кімге қарыздарсың? Атама, ол мені тәрбиеледі, өсірді, оқытты. Тағы кімге қарыздарсың? Халқыма, ол менің қадіріме жетіп, көтере білді. Тағы кімге қарыздарсың? Әнет баба, сізге қарыздармын. Сіз менің көп нәрсеге көзімді аштыңыз деп жауап беріпті Қазыбек би. Әнет баба өзін ұстаз санап, іргесіне көшіп келген Әнет Қазыбектен ештеңесін аямапты. Ақыл сұраса айтыпты, кеңес сұраса беріпті. Ел дауы, жер дауы, жесір дауымен шаруа көбейіп, Қазыбек би орда басы Күлтөбеге аттанайын деп жатып, Әнет бабаға кіріп бата сұрапты. Жортқанда жолың болсын, қыдырата жолдасың болсын деп батасын беріпті Әнет баба. Қазыбек би әумен деп бетін сипап орнына қайта отырыпты. Әнет баба, бір сұрағым бар еді. Үзеңгіге аяғымды салып тұрып сұрағаным үшін кешірерсіз. Ат жалы, атан қомындағы еліміз ғой депті Қазыбек. Сұрай ғой шырағым, ақыл кеңес, ілім білім үйренудің ерте кеші деген болмайды депті Әнет баба. Ендеше маған мынаны айтып беріңізші баба. Біріншіден дүниені не бұзады, екіншіден адамды не аздырады. Содан Әнет баба оң жағында жатқан Құран кәрімді қолына алып, ақтарып отырып айтқан екен. Мынау Құран, бұл араб тілінде. Арабтың тілінде хакім деген сөз бар, қазақта әкім деген сөз бар. Осы сөздерді 2 қайталаш. Қазыбек бабаның айтқанын 2 қайталайды. Міне көрдің бе деді Әнет баба. 2 рет айтқанда 2 А, 2 К, 2 М шықты. 6 сөзге меңзейтін 6 әріптің мәнісі мынау. Әйел, алтын, кек, кесір, мақтан, мансап. Дүниені бұзатын да, адамды аздыратын да, күнәһар ететін де осылар депті Әнет баба. Қазыбек би бұл сөзге риза болып, бабаны құшақтап, сақалын сүйген екен.